Жалған кірпік эстетикалық тұрғыда әдемі көрінгенмен, оның адамның ағзасына тигізетін зияны өте көп. Жалған кірпікті жабыстыру барысында оған химиялық түрлі қоспасы бар формальдегид сияқты қоспалармен клеймен жабыстырады. Және бұл кірпік ұзақ уақыт тұрған кезде өзіміздің кірпіктің өсетін фолликулаларын бітеп, өзіміздің кірпіктің шықпай қалуына немесе олардың сирек өсуіне септігін тигізуі мүмкін. Және кірпік ұзақ уақыт тұрған кезде ол көздің қышынуына, қызаруына немесе айналасындағы аллергияға әкелуі мүмкін. Кірпікті ұзақ уақыт салып жүрген кезде көздің құрғап кетуіне әкелуі мүмкін. Өйткені кірпік қалыпты жағдайда біздің көзімізді түрлі инфекциялардан, шаң тозаңнан сақтап тұрады. Ал жалған кірпікті қойған кезде ол біздің ұзақ уақыт көзіміздің жабылмауына, соның әсерінен көздің құрғауына алып келеді. Дұрыс гигиеналық шаралар сақталмаса, ол жерде түрлі саңырауқұлақ сияқты түрлі бактериялардың дамуына әкеліп, конъюнктивитке әкеледі және ол көз жанарының да төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан көзіңіздің жанары қымбат болса, бұндай жалған кірпіктерден аулақ болыңыз. Көзіне кірпік жалғап жүрген достарыңызбен бөлісіңіз, өйткені олардың көзі біз үшін қымбат.